Ассалаумағалейкум. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі өрнекті әсем оңай печенье әзірлеп көрсетемін. Ол үшін 300 грамм ұнымызды 150 граммнан елегіштен өткізіп 2 ыдысқа бөліп саламыз. 3 ас қасықтан қант, 1 данадан 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Татуына қарай тұзын және 1 ыдысымызға 2 шай қасық төмпешікті етіп какао ұнтағын саламыз. 90 мл ұйыған сүтті немесе айранды пайдаланып, жарты шай қасық ас содасын салып өшіріп аламыз. Тең етіп бөліп, ұнымыздың үстіне құямыз. Қамырымызды илейміз. Және де ұмытып бара жатырмын мұнда. 2 ас қасықтан өсімдік майын құюды ұмыт кетпеңіздер. Енді қамырымызды жақсылап иін қандырып илейміз. Өсімдік майын пайдаланып қамырды илесеңіздер, қамырларыңыз өте жұмсақ әрі қолдарыңызға жабыспайды. Дайын болған қамырымызды целлофан пакетке немесе ас пленкасына салып қоямыз. Дәл осылай екінші қамырымызды да илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды ас пленкасының үстіне немесе целлофан пакетке барлық шеті көлемі бірдей болатындай етіп, жұқалығы 1 мм-дей қамырымызды жайып аламыз. Артық тұсындағы қамырларды кесіп, жетпей тұрған шетіне біріктіреміз. Дәл осылай көлемін бірдей етіп аламыз. Бірінші қамырымызды жайып болдық. Енді дәл осылай екінші қамырымызды да жайып аламыз. Дайын болған қамырларды бір-біріне беттестіреміз. Енді қамырымыздың жарты тұсына дейін ашамыз да бетін. Өте қатты нығыздамай, жай ғана рулет етіп ораймыз. Екінші жақ бетіне төңкереміз де, қамырдың жарты бөлігінде дәл осылай орап аламыз. Дайын болған оралған қамырды тоңазытқыштың мұздатқыш бөлігіне 30 минутқа қалдырамыз. Сол кезде печеньеларыңызды кесу барысында пышаққа жабыспайды, әрі өрнегі бұзылмайды. Печеньелардың көлемін 1 см етіп кесеміз. Пергамент қағазы төселген противеньге арасын сәл ашыңқырап орналастырамыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пешімізде 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеларымыз әзір болды. Сырты сәл қытырлақ, іші жұмсақ, әдемі өрнекті печеньеларымыз әзір болды. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Баршаңызға ас болсын, әзірлеп көріңіздер. Келесі ас мәзірінде кездескенше сау болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.